Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай вупи-пай тортын жасайтын боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз жұмыртқа, қант, ұн, қант ұнтағы және де разрыхитель, сары май, какао, Қазақстан шоколады, творожный сыр, сливки, маскарпоне қажет болады. Бізге ең алдымен осындай буға Қазақстан шоколады мен сары майымызды жақсылап ертіп алуымыз қажет болады. Бөлек ыдысымызға қантымызды салып, жұмыртқамызды жарып, қантымыз бізде толықтай еріп, жұмыртқалық массамыз ұлғайғанша араластырамыз. Жаңағы дайын тұрған массамызды құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Құрақ заттарымыздың барлығын ыдысымызға салып, осылай елегіштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Елегіштен өткізіп болғаннан кейін осылай ыдысымызға салып, бірыңғай масса болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай сұйықтықта болып шығады. Енді силиконовый ковригімізді алып, осындай формамызды аламыздағы өзімізге керек мөлшерде, яғни үлкейтіп аламыз. Одан кейін 5-6 қасық көлемінде қамырымызды салып, осылай жақсылап тегістеп шығуымыз қажет болады. Яғни барлық қамырымызды жақсылап тегістеуіміз қажет. Сол кезде қамырымыз бірдей болып көтерілетін болады. Қамырымыз өте тез піседі, яғни 15-20 минут көлемінде 180 градуста пісіретін боламыз. Келесі кезекте кремін жасауға кірісетін боламыз. Сливкиміз міндетті түрде салқын болуы қажет, және де 33%-тен жоғары болуы керек. Сол кезде креміміз жақсы шығатын болады. Енді творожный сыр, сахарная пудра және де маскарпоне барлығын салып, креміміз жақсылап толықтай қоюлағанша барлығын миксерлеп алатын боламыз. Енді тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Насадкаларыңыз міндетті түрде вупи-пай тортына арналған, яғни шариктерімізді домалақ қылып шығаратындай болуы қажет. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, шариктерімізді осылай домалақтап, жақсылап шығарып алатын боламыз. Сол кезде торттарыңыз әдемі болып шығатын болады. Шариктеріміздің барлығын жақсылап жасап болғаннан кейін ортасына да кремін жағуды ұмытпаймыз. Ортасын жақсылап тегістеп, қалған корждарымыздың барлығын салып, дәл солай қайталап жасап шығатын боласыздар. Тортымыз дайын болғаннан кейін осылай бетіне ерітілген шоколад пен сары майымызды жақсылап құйып шығатын боламыз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша бетін әсемдеулеріңізге болады. Мен өте қарапайым түрде әсемдеп шықтым. Үйде не бар, соны қолдандым. Сіздер бұдан да әдемі қылып әсемдеулеріңізге болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.